Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін каналымда глисе сусын жасайтын боламыз. Алдымен суымызды қайнатып аламыз. Содан соң өзіңіз ұнататын кез келген кофеден 2-3 қасық кофе саламыз. Яғни жасаңыз келген сусынның көлеміне қарай көбейтіп немесе аз жасауға болады. Енді үстіне шекер қосатын боламыз. Шекерді де өзіңіздің қалауыңыз бойынша салсаңыз болады. Үстіне қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, салқындауға қойып қоятын боламыз. Бұл сусынға кез келген балмұздақты қоссаңыз болады, бірақ балмұздақта ешқандай қоспасыз таза балмұздақтың өзін қосқаныңыз дұрыс. Құрметті көрермен, каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, лайк басып, каналымды қолдап кетіңіз. Және комментарий бөлімінде өз ойыңызды және өзіңіздің жасалу рецептімен бөлісе отырыңыз. Балмұздақтарды осылай бөліктерге бөліп, ыдыстарға орналастыратын боламыз. Менде бұл жерде бір балмұздақ 2 сусынға жетті. Балмұздақты салып болған соң, үстіне кофе құятын боламыз. Кофе міндетті түрде салқын, яғни тоңазытқыштан шыққан, салқындатылған кофе болуы тиіс. Осымен біздің сусынымыз дайын. Жасалу жолы өте қарапайым, дәмі ерекше сусын. Осы рецепт бойынша жасап көрсеңіздер болады. Ұнап жатса лайк басып кетіңіздер. Видеоны соңына дейін тамашалағандарыңызға көп-көп рахмет.